Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ешқандай да заңгерлік кеңес бермеймін. Бүгін бұл видеода мен грузин жазушысы Нодар Думбадзе жайлы айтамын. Егер қызық болса, әрі қарай көреміз. Нодар Думбадзе 1928 жылы Грузияда дүниеге келген грузин жазушысы болып табылады. Ол кісі кеңес үкіметі кезінде өмір сүрген. Әке-шешесі қамалып кеткеннен кейін бұл кісіні әжесі тәрбиелеген екен. Орта мектепті тамамдаған соң Тбилисидегі университетте экономика саласында жоғарғы білім алады. Кейіннен университетті бітіргеннен кейін ол жерде лаборант қызметін біраз жыл атқарып жүреді. Бірақ соңында әдебиет саласына бет бұрып түрлі журналдарда жұмыс істей бастайды. Ол кісінің 3 бала-шағасы болған екен, 2 қызы және де 1 ұлы. Айда өкінішке орай ұлы 5 жасында қайтыс болып кеткен екен. 1984 жылы 4-ші инфаркттан соң қайтыс болып кетеді. Жақында мен Нодар Думбадзенің «Я, бабушка Илико Иларион» деген романын оқып бітірдім. Осы жылғы алғашқы кітабым оқыған. Өте қызықты, қарапайым тілмен жазылған. Бұл жерде роман, бұл туындыда Зорико деген баланың балалық шағы, яғни оның әжесінің қолында тәрбиеленуі және де 2 көршісі Илико мен Иларионның тәрбиесін алуы жайлы сыр шертіледі. Менің ойымша бұл енді туынды жаңағы Нодардың өзінің бір автобиографиясы сияқты, себебі өзінің өміріне өте ұқсас жерлері өте көп. Туынды өте қарапайым тілдермен жазылған, жеңіл оқылады. Бұл туындыны мен міндетті түрде оқуға кеңес беремін, және де осы жердегі маған қатты ұнаған 4 әзіл есіме түсіп кетті, соларды сіздерге айтып берейін. Біріншіден, жүзім өте тәтті болды. Бірақ ауылдағылардың айтуы бойынша Изабелла деген жүзім сортының дәмі құрттың дәміне келеді дейді. Дұрыс немесе бұрыс екенін айта алмаймын, себебі мен оны әлі осы уақытқа дейін құрттың дәмін көрмедім дейді. Ал екіншіден, менің әжем өте дана адам. Себебі болмаған, оқы ақымақ, оқы, ертең сауатсыз болып қаласың, жетесіз деп айтады. Және де үшіншісі, менің немерем міндетті түрде дәрігер болуы шарт. Мен қартайдым, маған күтім керек дейді әжем. Сен не міндетті түрде осының қолынан өлуің керек пе дейді Илико. Төртіншіден, сен одан маймылды еңбек қалайша адамға айналдырды деп сұрап көрші. Ал балам, айта бер. Айтатын несі бар? Илико мен Иларионға қарасаң болды, бәрі түсінікті болып тұр ғой дейді. Маған осы кеңес үкіметі кезінде жазған жазушылардың туындылары өте қатты ұнайды. Себебі қазіргі заманның жазушыларымен салыстырғанда оларда кішкене бір туындыларында сондай бір шиеленіскен, қатты миың ашып кететіндей оқиғалар, жағдайлар аз. Себебі қазіргі мысал үшін американдық жазушыларды алатын болсақ, ол кісілердің туындысында, кітабында міндетті түрде гомосексуалистердің проблемасы, тастанды балалардың проблемасы, сондай-ақ жынысын ауыстыру туралы, сол жынысын ауыстыруға байланысты ота жайлы, сондай-ақ педофилдер жайлы өте көп айтылады, жазылады. Бұл енді сол жаңағы американская толерантность дейміз ғой. Американдықтардың сенің ұлтыңа, жынысыңа немесе теріңнің түсіне қарамай саған тұлға ретінде үлкен құрметпен қарауы сол жаңа американская толерантность деп айтылады.
Сондай-ақ осы туындының желісімен түрлі түсті болмаса да фильм түсірілген. Фильмде енді көп кітаптағы көп жағдайлар әрине ескерілмеген, кіргізілмеген десек те өте кино ұтымды шыққан. Егер киносын көргілеріңіз келсе, мен міндетті түрде төменде қалдыруға тырысамын ссылкасын. Фильм өте әсерлі, ұтымды шыққан. Шынымды айтсам, Грузия туралы өте көп ақпарат алып, сол елге барғым келіп кетті, саяхаттағым келіп кетті. Сондықтан да осы жылдан қалмай, сол Грузия еліне барамын деген жоспар құрып қойдым. Ол жерге қалай баруға болатыны туралы ақпараттарыңыз бар болса, онда менімен міндетті түрде төменде сол ақпаратпен бөлісіңіздер, міндетті түрде күтемін. Мен Нодар Думбадзенің өміріне, жалпы туындысына жасаған шағын ғана ақпаратым осы ғана. Әзірге тыңдағандарыңыз үшін үлкен алғысымды айтамын. Сондықтан да сіздерден үлкен кешірім сұраймын, себебі осы аптада суық тиіп қалып, тамағым кішкене ауырыңқырап тұр. Сондықтан да егер де видео дұрыс шықпаған болса, үлкен кешірім сұраймын. Мен назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.